А теперь, ребята, начнем нашу следующую часть первого урока 8 класса. Ал енді 8 класстың бірінші сабағының 3 бөлімінің видеосын жалғастырайын. Мен бағана айтып кеткем жалғастырамын деп осы видеода. Иә? Бұл жерде өзіңіздің ойыңыз туралы айту керек екенбіз. Яғни отбасы дегенді, үй дегенді қалай түсінеміз? Сол туралы өзіңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер дейді. Ал мен келесі жаттығуға өткім келіп тұр. Қызығырақ. Лингвистический турнир. Группа живущих вместе родственников. Сын, брат или сестры. Яғни осы сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Бірінші сұрақ. Группа живущих вместе родственников. Бірге өмір сүретін, бірге тұратын, бір үйде тұратын адамдарды не деп атаймыз? Семья, я? Отбасы деп атаймыз. Сын брата или сестры. Ағаңның немесе әпкеңнің баласы саған кім болады? Соны жазуымыз қажет. Ойланайық. Сын брата или сестры. Ағаңның немесе әпкеңнің баласы саған племянник болады. Отец деда или бабушки. Әжеңнің немесе атаңның әкесі саған не болады? Прадедушка немесе пробабушка болады, е? Прадедушка. Или пробабушка болады. Слово, келесі сұрақ. Слово, которое принадлежит только вам, а употребляют его чаще всего ваши друзья, родные. Сізге ғана тәуелді бір сөз бар. Сіз ғана. Бірақ оны басқа адамдар, сіздің жақындарыңыз ол сөзді көбірек қолданады. Ол қандай сөз екен? Ойланайықшы. Слово, которое принадлежит только вам. Сізге ғана тиесілі. Бірақ сіздің достарыңыз, туыстарыңыз оны көбірек атайды дейді. Ойланайық. Бұл әрине сіздің атыңыз, е? Ваше имя. Яғни сізге ғана тәуелді бұл ат, сіздің атыңыз. Бірақ оны сіздің достарыңыз, жақындарыңыз көп қолданады. Яғни сізді шақырған кезде сізді аты жөніңізбен атап шақырады. Сіздің атыңыз Артур болса, сол саған ғана тиесілі Артур деген ат сенің атың, бірақ оны қасындағы адамдар, достарың, жолдастарың көбірек саған өзіне қарату үшін саған соны көбірек айтады дейді. Қызық екен, е? Түсіндік пе? Ал енді ары қарай жалғастырайық. Қандай сұрақтар болады екен? Келесі тапсырма қандай екен? Қарайық. Упражнение 7 дейді. Используя прием ФОПС-формула, попробуйте доказать, что семья – это лаборатория характеров и школа для начинающих в искусстве жить дейді. Мына формуланы пайдаланып, яғни П, О, П, С 4 сөздің бастапқы әріптерін қабылданып, қарап, ФОПС формуласына, яғни 4 сұраққа өз ойымызды айтып, дәлелдеп жауап беруіміз қажет. Бұл жерде отбасы әртүрлі мінездердің біріккен жері. Бұл жерде адам өмір сүрудің алғышарттарын үйренеді деген мәліметті біз дәлелдеп келісетініңізді, келіспейтініңізді, не үшін келісесіз, қандай оған мысалдарыңыз бар ма, сол туралы жазуыңыз қажет. Міне мен бірінші позициямды сіздерге ұсынып отырмын. Я считаю, что семья – это лаборатория характеров и школа
для начинающих в искусстве жить. Яғни мен төбедегі ақпаратпен келісемін. Отбасы. Енді мен неліктен келісіп отқанымды жазуымыз қажет. Потому что түсіндіруіміз керек, потому что деп бастап. Жазайық. Потому что деп. Міне мен өзімнің мысалымды келтірдім. Потому что у каждого члена семьи разные характеры. Бір отбасының ішіндегі қанша адам болса, соншама мінез болады. Ол факт, адамның барлық мінезі бәрі бірдей болмайды. Әркімдікі әртүрлі болады. Подтверждение. Неге оған? Енді мен мысал келтірім керек. Өйткені менің отбасымдағы адамдардың мінездері әртүрлі. Және біз бір-бірімізбен татулықта өмір сүруіміз үшін бір-бірімізді тыңдап, сыйлауымыз өте маңызды. Соны жазуымыз керек. Енді, мысалы, свою мысль я хочу подтвердить примерами из моей семьи, где я и мои родители, сестры и брат, имея разный характер и желания, соглашаются уступать друг другу. Яғни жаңа айтып кеткенімдей, мен, ата-анам, әпкелерім, інім бола тұра, біз әртүрлі армандарымыз, әртүрлі ойымыз бола тұра, бір-біріміз үшін келісуге, бір кезде айтқан істей салуға келісетінбіз. Яғни біз характерлерімізді шамалы баса тұратынбыз, ол да бір отбасыны татулықта өмір сүру үшін қажет. Енді следствие дейді. Мен сондықтан өз ойымды былай тиянақтаймын дейді. Соны жазуымыз қажет. Тиянақты ойымызды айтайық. Мне я делаю вывод, что именно жизнь человека в семье поможет ему жить в обществе. Яғни менің тиянақты ойым былай. Адамның үлкен обществода, яғни үлкен басқа адамдармен қарым-қатынас ету үшін отбасыдағы оның өмірі бірінші очередь маңызды. Менің ойым осындай. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? А как вы думаете? Пожалуйста, тоже напишите свои мнения в комментариях. Я хочу это узнать. Давайте общаться. Я буду очень рада. Если вам понравился мой канал, мои уроки, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал. Я буду ждать вас на следующем уроке. До свидания. Менің каналым ұнаса лайк басып, комментарий жазып. Келесі сабағымда кездескенше. Сау, сәлемат болыңыздар.